Бүгін сіздермен өте дәмді, ерекше тамақ жасаймыз. Ол үшін бірінші картошканы жақсылап жуып, вилкамен арасын кесіп, фольгаға әрқайсысын орап шығамыз. Пеште 180 градуста 1-1,5 сағат пісіреміз. Оған дейін салмасын дайындап шығамыз. Ең бірінші қазанға ашты. Содан кейін пиязды салып пісіріп аламыз. Қара бұрыш, тұз, дәміне қарай себеміз. Пісіреміз. Дайын. Картошкасы піскеннен кейін картошканы ортасынан кесіп, арасындағы картошканы вилкамен езіп шығамыз. Кейін картошканы ортасына сары май, фарш, ірімшік салып шығамыз. Картошканың әрқайсысына солай жасап шығамыз. Пеште 180 градуста 5 минут пісіреміз. Дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Фатима Алдияр.